Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сіздермен бірге сабақ онлайн. 3-ші сынып, қазақ тілі сабағы, 39-шы сабақ. Бүгінгі өтетін сабағымыз тура және ауыспалы мағыналы сөздер. Бүгінгі сабақта тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажыратып, сөйлеу барысында қолданасың. 9-шы жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Таңдайы тақ-тақ, талмайтын неткен жақ. Бір өзінде екі тіл сөйлемейді бірақ. Әрине бұл жұмбақтың жауабы сағат. Қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер нені білдіреді? Яғни балалар бұл жерде таңдайы, жақ, тіл деген сөздер қарамен жазылған. Таңдайы, жақ, тіл дене мүшелері. Мұндағы тіл сөзінің мағынасына назар аударайықшы. Бір жағынан тіл сөзі дене мүшесі десек, сонымен қатар екінші жағынан сағаттың тілінде тіл деп атаймыз. Тіл сөзі қандай мағынада қолданылады? Сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа да мағынада қолданылады. Дене мүшесі, яғни тіл бұл жерде дене мүшесі тура мағынада айтылып тұр. Тіл сағаттың тілі, яғни бұл ауыспалы мағынада айтылып тұр. Сағат не үшін керек? Әрине сағат уақытты білу үшін керек екен. Суреттегі сағаттарға қара. Сурет бойынша сағаттың шығу тарихын болжап көр. Отбасы мүшелері қай сағат түрін пайдаланады? Сен өзің қай сағат түрін қолданасың? Балалар, бұл жерде енді суретке қарайтын болсақ, құм сағатын, жар сағатын, қалта сағатты, қол сағатты, механикалық сағатты және ұялы телефонның сағатын көріп тұрмыз. Ертеде осының ішінде пайдаланылған сағаттың түрлері құм сағат, механикалық сағат және қалта сағат. Ал қазір қолданылатын сағаттың түрлері бұл көбіне қол сағат, жар сағат және ұялы телефонның сағаттары екен. Әкеміздің, атамыздың қолынан қол сағаттарын көріп жатамыз. Ал күнделікті өмірде біздің үйімізде ілулі тұрған ол жар сағаттар. Ал ұялы телефон, өздерің білесіңдер, қазір екінің бірі телефонды қолданады, сондықтан телефонның сағатын пайдаланады. Ал сенің отбасының мүшелері қай сағат түрін пайдаланады? Ал сен өзің қай сағаттың түрін қолданасың? 10-шы жаттығу. Берілген сөздер тобын пайдаланып, сөйлем құрап жаз. Балалар, бұл жерде біздерге тіркестер берілген екен. Алтын уақыт, алтын сағат деген сөз тіркестері берілген. Енді осы сөз тіркестеріне бізге сөйлем құрап жаз дейді. Алтын уақытыңды үнемді пайдалан. Ауыспалы мағынада айтылып тұр, яғни алтын уақыт болмайды, бірақ ол алтын уақыт деп неліктен айтып тұр? Адам өмірінде өлшеусіз қымбат байлық бар болса, ол уақыт. Әр адам өзінің уақытын тиімді жұмсау керек. Міне сондықтан да уақыттың бағалы екенін айтқысы келіп тұрса, алтын уақыт деп айтады екен. Ауыспалы мағынада қолданып, осылай айтады екенбіз. Ағама алтын сағат жарасып тұр. Яғни сағат алтыннан болады, Ағама алтын сағат жарасып тұр деп, ағасына сыйға тартқан сағаты жарасып тұрғанын айтып, тура мағынада бұл сөзді қолданып тұр екен. Олай болса балалар, 11-ші жаттығуға назар аударайық. Тиісті тыныс белгісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Жаз көрпені кісі күт, қонақ келсе үйге құт. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы. Енді осы өлеңді қалыпқа келтіретін болсақ, жаз көрпені үтір қоямыз, кісі күт, тағы да үтір қоямыз. Қонақ келсе сызықша қоямыз, үйге құт, нүкте қоямыз. Жаз әріпті үтір қоямыз, сандарды үтір қоямыз. Жазу
сызықша қоямыз. Өнер сындарлы. Нүкте қоямыз. Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір дейді. Бұл жерде қарамен берілген жаз сөзі. Және олар қарамен беріліп тұр. Жаз көрпені, яғни ол жерде көрпені жай деген мағынаны білдіріп тұр екен. Ауыспалы мағынада қолданылып тұр жаз сөзі. Жаз жазуды, жаз дегенді білдіріп тұр. Яғни жаз әріпті, сандарды деп айтып тұр. Ендеше жазуды жаз деген мағынаны білдіреді екен. Тура мағынада қолданылып тұр. Өзің үйге келген қонақты қалай қарсы аласың? Ойыңмен бөліс. Қазақта ертеде қонақты өте ерекше қарсы алатын болған. Яғни ол кісіні жоғарға шығарып, көрпені жайып, сол кісіге төрден орын берген. Және бар тәттісін сол қонақтың алдына тосатын болған екен. Олай болса, келесі тапсырма қосу белгісін қой дейді. Бұл жерде бізге тіркестер берген: тәтті ұйқы, тәтті алма, ененің көзі, адамның көзі деген тіркестер берген екен. Енді сол тіркестерді біздер тура және ауыспалы мағынаға бөліп ажыратуымыз керек. Ол үшін біз тура мағына болса, егерде оның тұсына қосу белгісін, немесе ауыспалы мағына болса, ауыспалы мағына деген сөздің тұсына қосу белгісін қойып шығады екенбіз. Тәтті ұйқы ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Тәтті алма тура мағынада қолданылып тұр. Ененің көзі ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Адамның көзі тура мағынада қолданылып тұр. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.